мұсылман емес көршіміз бар еді. Кейінірек мұсылмандықты қабылдады. Бір күні оған хидаятқа, яғни тура жолға келу себебін сұрағанымда, ол маған былай деді. Ажы-Бадемде егізді көршім болған, аты Реби молда. Мен соның саудадағы көркем мінез арқылы мұсылман болдым. Реби молда сүт сатып күн көретін адам еді. Бір кеште бізге келіп, міне, бұл сүт сіздікі деді. Мен таңғалып, бұл қалай? Мен сізден сүт сұрамадым ғой дедім. Ол нәзік әрі адам болатын. Былай деді. Байқамай, малымның бірі сіздің бау-бақшаңызға кіріп, шөп жеп жатқанын көрдім. Сол себепті бұл сүт сіздікі. Сонымен қатар, сол малдың денесіндегі жеген шөбінің толық тазару мерзімі біткенше, оның сүтін сізге әкеліп тұрамын деді. Мен, қойыңызшы көрші, жегені шөп қой, халал болсын десем де, Реби молда, жоқ, болмайды. Ол сүт сіздің ақыңыз деп, сол малдың тазару мерзімі біткенше сүтін әкеп беріп жүрді. Осы қасиетті адамның бұл әрекеті мені қатты әсерге бөледі. Нәтижесінде көзімнен ғапылдық пердесі ашылып, туралықтың жарығы жүрегіме енді. Өзіме өзім. Мұндай биік мінезді адамның діні сөзсіз ең ұлы дін болуға тиіс. Осындай нәзік, әділ, мінсіз әрі таза жандарды тәрбиелейтін діннің ақиқаттылығына күмән келтіруге болмайды дедім де, кәлима шахадатты айтып, мұсылман болдым дейді.